Атамызды тарихы тұнып тұрған әже менен анаға алғысым көп. Бойымда өнер шынықтырған. Сәлем бердім еліп көрерменге. Жайым жоқ енді менің төмендеуге. Сәкен Сейфуллин орта мектеп, тақым қысып дәл маған елендеуде. Ал балаларым бата берейін. Оғдайым оңдасын, ешамандық болмасын, дастарханның байлығын, денің саулығын берсін. Келе жатқан төл мерекеміз құтты болсын. 7 март халықаралық әйелдер мерекесі. Бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербеткен. Әрбір жанұяға, әрбір отбасына алақан жылуын, күн нұрын шашып аяулы аналар, сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Зор денсаулық тілейміз, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Аумин. Мына суда алып отқаным, сусыз өмір жоқ қой жаным, шөлге шыдамаймыз. Тұзсыз тамақтың дәмі кірмейді. Сонымен тұз бен су қатар жүреді жаным. Есіңде болсын, аға? Ұқтың ба? Бұрынғы уақытта ход, ненің бәрі дастарханда болған, міне әремшек қызым. Осымен ақызым. Дастарханда болған тағамдар ғой бұрыннан келе атқан. Бауырсағымыз әні қызым. Міне жақта ағарғанымыз бар, міне. Міне ағарған. Айран. Мен жерде міне жаным. Қымыз деген барлық нәрсеге ем жаным. Қымыз деген. Бұны биеден сауып, күбіге пісіп, жет дайындайды. Көбіне ұстап. Білдің ба қызым? Жаным мәшіне. Бұрынғы уақытта баланы бесікке бөлеген. Бесікке бөлеместі бір сіңкемен аластаған бесіктің ішін. Шын айтам болмасын деп. Содан кейін баланы бөлетін қызым қара. Түбегі міне, белін байлатын белбеуі, неқта аяқты орайтын жапқыштары, мына жақта жастықтары болған. Сон бала жылы жатады, бірінші баланы жатқызып алып, бірінші шүмегін салып, қызым, аяғын байлап, сонан кейін барып, қолын бүйтіп қойып байлап, жауып, содан кейін тартпамен тартып, белінен 2 жылын. Сон баланы ұйықтатқызып, басына пышақ жастағаны, бала шошымасын деп. Пышақ, көрдің ба қызым? Содан баланы әрі жылы жатады, әрі бала таза болады, әрі аяғы түзу болып өседі. Бұрынғы уақытта бесікке байлаған баланы жаным. Көрдің ба? Бұнан келатқан өзіміздің салтымыз ғой бесік деген. Бұл да киелі нәрсе қазағымыздың. Міне қызым, қара, бірінші жүнді тұтып аламыз, 30 метр жүнді әдеміліп. Сонан кейін мына жүнбенен нәске тоқимыз аяғымызға. Кейбіреулер әртүрлі жүкті әкеп, жемпір тоқиды, орамал тоқиды қызым. Бұның уақытты естейтін сәмін, көрдің ба? Диана қызым, мынау біздің ұлттық тағамымыз бауырсақ. Бауырсақты ашытып алдық, енді үстіп жаямыз. Міне қызым, жайып болдық, енді осылай кесеміз. Осылай кесеміз. Содан кейін бұны қуырамыз майға. Түсіндің бе қызым? Бұл қазақтың киелі аспабы домбыра. Қазақтың қара домбырасы. Домбыра менен ақындар, жыраулар айтар әңгімесін, айтар әндерін, жырларын осы домбыра арқылы жеткізіп отырған. Домбыраның бір тиек, қос шекті домбыра, бірін қатты, бірін сәл-сәл кембіра. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп ата-бабамыз домбыраны өте киелі санаған. Осы домбыра менен қазақтың халық әні Еркемайды орындап берейін. Айт дегенде өлеңді аңырмаймын Еркемай, көлден ұшқан аққудай мамырлаймын Еркемай. Еркем, Еркемай, еркелеген Еркемай, еркелеген Еркемді еркелетсең екен ай. Еркем, Еркемай, еркелеген Еркемай, еркелеген Еркемді еркелетсең екен ай. Асыңа береке берсін басыма, бөденедей жорғалатып, қорғалатып, қыдыр жүрсін қасыңызда. Аумин. Аумин. Қазағымыздың ұлттық тағамы ет. Сол еттен алып отырыңыздар. Ас болсын алыңыздар. Сорпадан алыңыздар. Етке, сорпа бетке.